Алейкум ассалам. Қандай тақырып деп тақырып сүт бағытында шаруашылықты қалай дамыту, қалай басқару сол туралы. Бастай береміз ба? Бастай берейік, ол соңында не істейміз Иә, оны? Көріп тағаш жалпы көреді ары қарай. осы эфирдің мақсаты себебі дейтін көп жігіттер бана сұрақ қояды, сүт қалай дамытамыз, қандай сиыр аламыз деп. Маған шығады, мен сүт өнімі айналысқасын. Сол өзім дейтін жауап берсем, тәжірибем аз болып жүр. Сондықтан бір жақсы бір маман тапқың келсе, сіз тапқасын, сізге бір шығып толықтай жауап алайық деп, өзімде де көрермендер де толықтай алсын деп. Сол уақытта эфир жүргіземін деп тұрып жалпы. Мақсаты сол біз адамдарға сиыр алыңдар, сауыңдар деген мақсатта емес бұл жерде. Бір-екі бас кісілер бар, енді басқа өздері дамыта алмай жатқан кісілер болады. Соларға көмек ретінде аз-маз тиісін деген ниетпен солай бастайын тұрып. Бірінші сұрағымыз жалпы Қазақстан бойынша, Қазақстанда сүт бағытында кәсіп саласы жалпы қандай деңгейде болып жатыр, және де конкурент қандай болып жатыр, мысалы біреу кірейін десе, мысалы ол дейтін пайдасы бар ма жоқ па, сол туралы бір бастап айтсаңыз өзіңіз. Конкурент қандай болып жатыр жалпы дейтін осы сала. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз енді бірінші рет прямой эфирге шығып тұрмыз. Жалпы осыған дейін де біраз материалдар түсірдік. Өңделіп жатыр, әлі шығады жарыққа алғасы. Сүтті мал шаруашылығына келетін болсақ, именно ірі қара бойынша ішіндегі. Оның ішінде сиыр, мүйізді ірі қара дейміз. Бізде Қазақстанда ешкімге конкурент емес негізі. Бізде конкурент деген нәрсе жоқ, именно сүтті бағыт бойынша. Көбісінің түсінігі ойлайды, мына жерде бізде сүт көп өндірсек, бір-бірімізге конкурентпіз деп. Біз әлі конкурент болатын дәрежеге келген жоқпыз, әлі бізде қанша жыл бар, 50 жылдай уақыт бар әлі конкурентке. Конкурент 50 жылда да болмайды деп ойлаймын, потому что Европа қазір артқа кетіп жатыр, именно мал шаруашылығы. Артқа кетіп жатыр? Сүт шаруашылығы бойынша. Артқа кетіп жатыр. Оларда жаңағыдай көп шектеулер қойып жатыр қазір мал асырауға ше. Экологияға байланысты деген себеппен жаңағы правозащита животных деген кісілер бар ғой енді, сол жақ қорғайтындар. Солардың, басқалардың жалпы қолдауымен, сосын жаңағы олардың парламентінде несінде ауыл шаруашылығын жақтайтын жалғыз адам отыр. Қалғандардың барлығы көзқарастары жалпы ауыл шаруашылығына теріс та. Сол себепті қазір ол жақта өте көп шектеулер көп. Солардың бір шектеуін айтып кетейін, енді адамның миына кіріп шықпайтын шектеулер негізі. Ол көп ондай, соның біреуін айтайын, мен өзім таң алғаным. Құнажынды, бұзауды өсіреміз ғой. Бұзауды өсіреміз, сиыр қылу үшін өсіреміз оны. Соны ұрықтандыруға болмайды. Сен егер ол өмірінде ол сол ұрықтандыратын жасқа дейін келгенше ол далада жүріп, серуендеп, өзі аяғымен жүріп жайылу керек деген. Типа адам құқығы деген сияқты, малдың құқығы шығып жатыр ма? Малдың құқығы деген сияқты. Сосын жаңағы навозды, былайша айтқан кезде қиды. Жылына бір ай уақыт береді, жылына бір ай. Сол кезде сен полияға шығарып, жаңа полияларға жегетін егістіктеріне. Сол бір айдың ішінде сен оны обработка жасап үлгеру, жерді қопсытып ше, араластырып. Басқа уақытта мүлдем сен мусор шығаруға да, басқа шығаруға да құқығың жоқ. Тыйым салып тастаған сондай. Сондай себептерден қазір бір жыл бойына адам жаңа нелердің мусорын жинап отыра алмайды ғой, қоқыстарын. Жалпы шетеліміз өзіміз содан кейін мал санын азайтуға тура келеді. Бізде мүмкіндік көп, біз әлі оған жетпейміз де, жақын ортада мен көріп тұрған жоқпын ондай. Жақын ортада біз ондай бағытқа келіп, бірімізде конкурент болатындай. Біз асып баратса экспортқа шығарамыз. Қазір енді 30% дейді Қазақстан, 30%-дан да төмен біздің өзіміздің өндіріп жатқан сүтіміз негізі. Мол заводтарымыз тоқтап тұр, күніне 30 тонна переработка мүмкіндік болса, олардың жасап жатқандары оған жетпейді де, 30 мың қабылдайтын сүт жоқ.
бір мысал, например, біздің Алматыдағы фудмастерге сүт жетіспегенде Қызылордадан алып келіп келеді сүтті. Алматы мен Қызылорданың арасын не қылып көрдіңіз? Қызылорданың өзі емес, Қазалдың Алматы өзі расстояние қамтамасыз қандай? ете алмай отыр ма? Жоқ, потому что натуральный Былайша айтқанда сапалы сүт жоқ. бос қой да, былайша Солар айтқанда. рынок бос, бізде молочный рынок свободно, бос, Ал істеп енді жұмыс істе только. түсіндігі, ал енді Дамыт жұмыс бағытта. істеу тастайық. Қарапайым шаруа жігіттер, қарапайым шаруашылықтар, қарапайым халық қандай сүттен бастаған дұрыс бастап? Қанша бастан, неше малдан? Бірінші очередь. Білім Енді мал шаруашылығын жалпы бастағанда деңгейі әлі естімей қалды. мысалы қалай не істеу керек екенін білмейтін адамға қандай сиыр алып, қанша малдан бастаған дұрыс, тиімді деген сияқты. Білім деңгейі қандай болса да, білім деңгейі, желание болса егер, мен кісілерді білем, қалада туылған, қалада өскен кісілер, бірақ шаруашылықты қалай жүргізіп жатқан кісілер ше. Малды өмірінде көрмеген. Оған қарағанда біздің қазақтың жалпы көбісі ауылда өскен, ауылда дамыған кісілер ғой енді негізі. Жылжып бара жатыр. Оларға қарағанда біздің көп неміз бар, мүмкіншілігіміз. Иә, көп біліміміз бар, ауылда өскен кісілер көбінесе. Просто біздің бір неміз еріншектігіміз ауылда өскен кісілер. Жұмыс ауыр ғой. Иә. Білімім жоқ, мен мал асыраймын емес. Қазір білмесең білімділерден сұрау керек. Просто білгендерін айтқанын істеу керек та. Бізде өзі білмейді, білгенін айтқанын тыңдамайды ғой. Енді қазір келіп жатыр, шүкір Аллаға. Біраз кісілер көздері жетіп, бұлай істесек болады екен, бұлай істесек болады екен. Кейбір кісілерге айтасың, например, сіздің жаңа ауылда қарапайым сиырыңызды ұстап, одан 5 литр, 10 литр сүт алғаннан гөрі тура сол жемді, сол нені жақсылап қарап бір сиырға қарасаңыз, ол сізге 10 сиырдың сүтін береді. Десеңіз, соны қабылдағысы келмейді, мен ол сиырдың астын тазалауға да, оған әкеліп жем-шөп беруге желаниесі жоқ жаңағыдай. Только анау алады да далаға айдап жібереді ол сиырды. Ол сиыр күні кешке дейін далада жүреді, келеді де бір 2 литр сүт берген алған сүтінен мәз былайша айтқан кезде. Оның сүттің сапасы да мүлдем бөлек, басқасы да бөлек. Сен таза жем-шөппен жеп берген сүттің сапасымен көшеде жайылып мұсыр жеп жүрген сиырдың сүттің сапасы екеуі витамин 30 литр сүт алдың, сенің сүтің су деп айтатын кісілер бар енді, бірақ лабораториялық неде тексерісте мүлдем көрсеткіш бөлек. Сондай породалар бар, 30 литр берсе де сүттің жирлісті одан артық ешқандай не жоқ. Мен де өзім саудым, 9 тонна сүт үй жағдайында. 5% жерліспен, ол лаборатория подтверждение еткен 5% жерліспен 9 тонна сүт саудым. Ол шамамен 10 литр қаймақ, 10 литр сүттен қанша қаймақ береді? 500-600. 10 литрден 33%-тен алатын болсаң, сметананы егер 33% қылып алатын болсаң, 30%, 33. Сен 10 литрден 1 литр сметана аласың деген. Жоғары. Иә. Жоғары, иә. Сол үшін бізде Қазақстанда ешкімге конкурент емес, именно сүт жағынан, не жағынан қайта бір-бірімізбен бірігіп, кішкене бір-бірімізді қолдап, біріміздің білмегенімізді бірімізден сұрап, солай бағытталуымыз керек. Біз жаңа негативті көп айтамыз ғой, негативті өшіру керек. Қалай істесек дұрыс болады, қалай істегеніміз дұрыс, бір-бірімізге айтып, бір-бірімізді білмегенімізді үйреткен, ол өте маңызды. Шетелдің не үшін дамыды, шетел біреуін жасаған ошибкасын қайталаған жоқ. Потому что оларда бірігіп бір-біріне айтып отырады. Ондай үрдіс әлі бар. Канадада, Америкада қалыптасқан. Аптасына бір рет, айына бір рет фермерлер кездесіп, өзінің не қандай тәжірибе жасады, не істеп жатыр. Опытың мынандай дамып жатса, өз-өзін бөлісіп, прям дамыған, осылай істесең, артық болады деген сияқты. Сол арқылы олар дамып баратыр. Келесі оның ойын алады да, өзінің ойымен ұштастырып, одан да қатты дамытады. Ол анаған айтады, мынаны былай істесек, бұдан да қатты сөз береді деген сияқты. Солай дамып барады. Осы шетел туралы бір сұрақ қойып жіберейінші. Шетелде мысалы 10 бас, 20 бас, мысалы Голштейн ұстап отқан мысалы қарапайым шаруалар бар ма? 10 бас, 20 басты көрген жоқпын. Мен көргенім бәрі. 10 бас ұстауға деген сөз сонда? Иә. 5 бас.
тиімді емес, ол жақ, иә, ол жақта уақытын жұмсап, жаңағыдай, қазір шетелдің бәрі робот қой барлығы. Робот доение, робот не. Сонша уақыттарын жұмсағаннан кейін, оны басқа олар жұмсағысы келмейді да, олар біздегі сияқты басқа жұмыс істемейді ол. Малма только малмен жүреді. Ол кісілерге 100 басқа дейін мүмкіндік бар. 30 бастап жатқандарды көрдім, 30-дан жоғары 30-дар бар да. бар ондай кісілер. Бірақ негізгі менің стажировкаға да тәжірибеге барғандардың барлығы сол 100-ден жоғары. Бізде енді көп, өзімізді келсек, екі бас, біз 5 отқандар көп. Қазақстан Солар деңгей көтеру үшін қалай істейді? Ол травма или көтеру керек па деген сияқты. Аппаратпен сауып көтеріп, сол жағын айтсақ. Жоқ, аппаратпен сауғанда ештеңе көтеріп қалмайды. Бізде бірінші генетиканы өзгертуіміз керек. Қазақтың бірінші біздің басымыздағы, миымыздағы түсінігімізді өзгерту керек бірінші. Қатып қалмауымыз керек. Дамыған сол жағына бірінші өзгертуіміз керек. Қай породаны таңдағаным дұрыс. Менің өзімнің жергілікті сиырым мықты, мен қазақ, мен малшымын деген түсінікті қою керек. Малшы болсақ та сол шетелде үйреніп жатыр қой негізі. Қалай сиыр мал бағу керек екенін әлі үйретілмейміз. Сол түсінікті қойып, кішкене басымызды иіп, иә, қай породаны таңдауымыз керек. Породаны қалай таңдайды адам? Осы бірінші сұрақ. Мен қандай порода маған лайықты деген сұраққа қалай таңдайды? Сіздің жергілікті орналасқан жеріңіз, сіздің азықтандыруыңыз, сіздің жем шөбіңіз, условия деген, условия содержания деген қазақшасы қалай болады білмеймін. Условия содержания соған байланысты, сосын сізге қандай өнім керек? Объемға сүт керек па? Сізге жоқ не керек па? Майлылық керек па? Я, сол жағынан да байланысты оның барлығы. Сіздің жаңа күтіміңіз қалай болады? Жаңа условия содержания деген күтім сол. Күтіміңіз қалай болады? Соған байланысты порода таңдау керек. Маған көп хабарласады да, жаңа қандай порода таңдасам болады. Мен айтамын да, аға, менде қазір мен білетін бір 20-30 порода бар деймін да, характеристикасы жақсы білетін. Қазір мен сізге бір пароданы айтамын, бірақ сіз ол пароданы таба аласыз ба Қазақстаннан? Жоқ болуы мүмкін ол порода Қазақстанда, иә. Не істейміз? Қолдағы пароданы алып, біз, значит, порода бізге икемделмесе, біз пародаға икемделуіміз керек та. Сол порода қалай өмір сүру керек, қандай жағдайда, соған условия жасасақ, ол біздің породаға икемделгеніміз. Сосын дальше генетикасын өзгерту арқылы, дальше ары қарай жұмыста өзімізге ыңғайлы порода шығаруға мүмкіндік бар. 10 жыл болды, бір жігіттер жүр. 10 жыл бұрын мен мынандай порода алсам деген. Әлі сол породаны іздеп жүр 10 жыл. Мен айтам, 10 жылда сен уже бір сиырдан 4-5 поколение алып, ананың жоқта келді 3-4 поколениесін алып қоятын уақыт болды. Таза порода шығарып алатын уақыт болды, жаман сиырдан, жай сиырдан. Осы сиырдан сүт көбейтуге болады дедіңіз ғой, осы жерді айтып сұрап кетейінші. Мысалға, сиыр 12 ай бойы жем жесе егер тоқтаусыз, оның сүті деңгейі дами бере ме? Жаз мезгілінде мысалы жем бермей қаламыз біздер дейтін жемді. Жаз көк шықты, далаға жеріп қоямыз жайлауға. Сол кезде бана сүт несі деңгейі түсіп кетіп, қыста көтере алмай қаламыз, сол ойнай ма жем берген? Енді бірінші нәрсе генетикасына байланысты сиырдың. Егер генетикасы таза сүтке арналған сиыр болатын болса, таза генетикасы, оның қай уақыттың период лактацияны қай кезде болса да көтеруге болады. Оның кормлениесін дұрыс жасау арқылы азығын, иә. Азық дегенде біз кейде ойлайды, арпаны мен 20 кило беруім керек, сол кезде ертең маған 30 литр сүт береді деп. Жоқ, ондай емес. Арпаны 30 кило жемейді да, ол біріншіден, одан оның пайда жоқ, 30 кило жегеннен оғаншы. Ол сүт бере алмайды ондайда. Ол сбалансирование деген бар. Протеин, энергия, клетчатка, сухое вещество, кальций, магний, фосфор, бәрін осыны баланс жасаған кезде, ол ағзаға 1 килоңыз 99% сіңуі мүмкін да. Ал баланс жасамасаңыз, 10 кило берсеңіз, оның 1% сіңуі мүмкін деген әңгіме бұл жерде. Ана протеин беру керек. Азықтану деген осы үлкен маңызды, үлкен рөл ойнайды азықтану. Мен Европада көрдім, 250-300 күн лактацияда жүр, уже 1 жыл болған сиырлардың туғанына.
сүттен шығайын деп тұрған сиырлары туған кездегі сүтін әлі беріп тұр, туған кездегі қалай берді солай беріп тұр. Желін Оларда основной корма негізгі естімейді дауыс. сүтін азайтпады ма желін сонда? Иә, азайтпаған, буаз еще толуға жақын. Ол неге байланысты? Ол прямой азықтандыруға байланысты. Біздің мынаны түсінуіміз керек та. Сиыр тууға жақындағанда бұзау өседі дейміз ішінде. Дұрыс, бұзау өседі. Сен сиырға питательниесі жағынан, құнарлығы жағынан бұзауына да жететін, сенің өзің сүтіңе жететін азық беретін болсаң, ол соны қорталатын болса, оның объемында, ол неге ол бұзауды қамтамасыз етеді? Саған да сүт бере алады ол сиыр. Біз просто соны бермейміз де өзіміз. Сұрақтарды кішкене тоқтап тұрыңыз, сұрақтарды соңғы жағынан жауап береміз, иә? Кішкене біраз дейтіп алайық. Эфирдегі сұраққа жауап бересіз. Эфирдегі сұрақтарды оқып үлгеріп жатқан жоқпын, бірінің артынан бірге кетіп жатыр. Сіз оқымасаңыз. Сементал 20 литр бере ме дейді. Тамағына байланысты. Жоқ, оның алдында біраз сұрақтар. Ассалаумағалейкум, алейкум ассалам. Қандай тақырып? Сүтті сиырлар бағытын қалай басқару тақырыбымыз. Так, алейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай, Малжан амансың? Жақсы, Аллаға шүкір, барлығы. Так, қосылыңыздар, сұрақ қойыңыздар. Алейкум ассалам. Жақсысыңыз, шүкір Аллаға. Так, алейкум ассалам. Алейкум ассалам, Серік. Так. Иә, ішкі нарықты қамтамасыз ете алмай отыр, Аманжол. Ол жасырын емес ол. Бізді қазір Алматының өзі Қырғызстанның үстімен отыр ғой қазір негізі. Қырғызстан өздері қамтамасыз етіп отыр ма? Қамтамасыз еткеннен кейін экспорт шығарып жатыр олар. Сүтті сиырлардың бағыты берген сүтінің несіне байланысты, генетикасына байланысты болады. Так. Иә, кормовой базаны ойлану керек. Бізге оны үкімет ешкім сізге кормовой базаны турлап бермейді, оны өзіміз турлауымыз керек шетінен. Жөніс тамағына байланысты дұрыс, бірақ негізі породаға байланысты да жөністі жақсы кормление берсеңіз, 6-7% жөніс беретін породалар бар. Қазір ол туралы тоқталамын мен. Қандай порода дұрыс негізі дейді. Орналасқан жеріңіз бен сіздің негізгі алған бағытыңызға байланысты породаның түрі көп. Әлемде 1080 порода бар, осы ірі қараға байланысты. Қандай сұрақтар маңызды? Маңызды мұндай сұрақ. Мына шөпті сатып алып, мына порода сиырға берген тиімді бола ма, әлде обязательно өзіміз егу керек па? Сатып алып, қайсысы дұрыс болады? Жер шамалы болса, шамалы болса, су аз, сондай жерлер. Мынандай нәрсені есту керек. Сізге егер сатып алған тиімдірек болса, экономикалық жағынан, сізге еккеннен қарағанда, сізге сатып алған тиімді болды. Сіз егіп оны артық расход жасап, жеріңізде жаңағы тұз болса, саланчак болса, ол сіз онда жерге қалай білеміз? Тиімді емес екенін қалай білеміз? Шығыныңыз жерге байланысты. Жеріңізде өсе ме бір нәрсе еккенде? Су бар ма сізде? Вот осы сұрақ кез келген жерге, мысалы, бана тамшылап арқылы шөп өсіруге болады дейді. Кез келген жерге. Тамшылату арқылы, иә, Израиль өсіріп отыр. Өсірсе болады деген сөз сонда бізге де? Болады деген сөз, иә. Мен білем, Ақтөбеде, например, Айс деген компания, Арменияда, например. Европаның урожайын алып отыр, например, мен Ақтөбенің условиясын, Ақтөбенің жағдайында отырып, Европаның өнімін алады, Европаның качествосымен еще. Шөпті ма? Бізде өнімді алған бір бөлек. Иә, өнімді алған бір бөлек негізі. Оның сапалығы алған екінші бөлек. Екінші маңызды нәрсе ол құр өнімді алып қана қою емес. Оның құрамындағы питательниесі бар ғой жаңағы, химиялық құрамы. Соны толық байығып алған өте маңызды. Сіз 10 килограмм шөп бергеннен, питательниесі 0 шөп бергеннен қарағанда 1 килограмм азықтылығы
жоғары шөп берген құнарлылығы. Ол екеуі салыстыруға келмейді, екеуі аспен мен жердей. Сол үшін де өзіңіздің орналасқан жағдайыңызға байланысты сіздің өзіңіздің қарай аласыз ба сол жерге, техникаңыз бар ма? Соған байланысты экономикалық жағын санау керек. Маған шөпті сатып алған тиімді ба? Менің жерім бар ма өзімнің құр жатқан болсын? Игере аламын ба? Ол кезде жатқан жер болса құр игеру керек шетінен жайлап бастап. 1 гектар болса да. Биыл 1 гектар есе ертең келесі 2 гектар болады ол. Сізде ол бір жағынан оп жинайсыз, екінші жағынан жерді игересіз құр жатқан жерді. Қазақстанда мындай мүмкіншілік бар ма? Мысалы 1-2 ай барып, мысалы үлкен жерлерге барып жұмыс істеп, үйреніп, қалай сауып жатыр, барлығын үйреніп біліп көруге болады ма? Оқыған тип оқу сияқты. Бар ма ондай? Стажировка бүкіл мемлекетте. Көбісі білмейді, мысалы ауылда жүре береді, сиырды алып келеді, соны барып, мысалы 1 ай жұмыс істеп келсе, қандай адрес бар? Адрестер бар ма екен? Кімге? Сіздерге барып пәлен жер мен қабылдаймын, бүкіл жер мен қабылдаймын деп айтпайды ешқандай жер. Оларға лишний адам керек жоқ. Иә, ол жаңағыдай осылай танысып, бір араласу арқылы өтуі мүмкін, жаңағы таныстық арқылы келуі мүмкін. Білім тәжірибе жинап қайтады деймін ғой. Сосын барып. Иә, бір жағынан көрсетеді, екінші жағынан үйретеді. Біз қазір сопровождениемен де жұмыс істеп жүрміз, например. Басқа фермерлерді үйретіп барып көрсетіп, например, бос уақытымызда. Былтыр менде өтті, стажировкадан келіп, жаңа басқа жақтың врачтары нелері. Біздің хозяйствода жүріп, айлап жүріп, 1 ай жүрді, 2 ай жүрді. Әр разделға бөліп өзіміз группаға. Әр деген үйреттік, например. Семейін үйретіп, біреу басқаны үйретеді деген сияқты. Оны шетелде де ұйымдастыруға болады, ешқандай проблема емес. Кез келген жерде. Тәжірибе алмасу. Ондай, иә, тәжірибе алмасу. Жаңа басында айтып өткенде сол ғой, жаңа фермерлер бірігіп, ұйымдастырып, конференциялар болады, басқалар болады, сол жерден танысып, тәжірибе алмасу керек. Мына жерде бір жазған, мал бағатын адам жоқ деген. Соны сауатын сиырды байлап, бақпай байлап, шөбін алдына сауып отырып, пайдасын көруге болады, анағындай. Болады, мен біраз бүгін есептедім, Алматының бағасы. Мысалы 5 сиырды байлап сауа аламыз, қақсаңды, пайдасын көре аламын. 5 сиырды минимальный. Бір сиырды байлап соны шамалып айтсаңыз қазір, кісілер көп жағдайда 5-10 сиыр ұстап отқан кісілер, мен білуімше. Ұстап отқан, осы жерде отқан кісілер. Иә, жалпы рацион деген нәрсе бар ғой, жаңа азықтануы. Соған байланысты сүт береді. Бірінші мәселе генетика. Егер сіздің сиырыңыз мүмкіндігі, потенциалы болатын болса, сондай сүт беруге жылына 7 тоннадан жоғары сүт беретін сиырлар, например, породасы таза қанды сиырлар, таза породалы сиырлар 7 тоннадан сүт береді жоғары қарай. 10-11 тонна Қазақстан жағдайында. Егер сондай сиырыңыз болатын болса, сіз одан средний удой, орташа есеппен 35 пен 40 литр сүт сабуға болады сиырдан. Мен аспаннан алып отқан жоқпын, күнделікті көзіммен көріп жүрген. Мен рекордты айтпай қояйын сізге, 60-70 литр, 80 литр Қазақстанда жоқ дейді. Қазақстанда жоқ деп ойлайды елдер. Біз бірақ өзіміздің көзіміз көріп жүрген 32-де бір сауғанда беретін сиырлар бар. Ауырайға ойласын. Оны сауып жүрмін. Жаңа айтып өттім ғой бірінші басында. Сиырды біздің жағдайға емес, сиырдың жағдайына икемделуіміз керек. Пород сондай болу. Бүкіл жерде қай жерге орналассам да сиырдың жағдайын жасайды бірінші орында. Сиырдың жағдай жасалғаннан кейін сиыр сүтін береді. Ал сіз өзіңіздің жағдайыңызға сиырды икемдесеңіз, сүт алмайсыз ол кезде. Сізге қолайлы 45 градуста далаға айдап жіберген сиырды, астын тазалағаннан гөрі. Сізге қолайлы қыстың күні оған су тасып жем бергеннен гөрі далаға айдап жіберіп, бар жеп кел. Ол сиыр ондай кезде сүт бере алмайды. Сіз сиырдың жағдайына икемделесіз, қандай порода асырасаңыз да. Так, бана 5 сиыр есептеп отқаныңыз айтып жүріңіз до конца. Бір сиырды есептейін лучше, бір сиырды. Бір сиырды сосын 5-ке көбейту, ол тіптен оңайда. Қазір 5 сиыр болса, ми ашып кетеді мына жерде. Бір сиыр сосын 10 сиырға есептеп шықтым да негізі.
Генетикасы жақсанады. Мен галштин алайық, швейц сиыр алайық. Тағы бізде көп таралған породалардың бірі сол ғой, енді галштин мен швейц бар, например. Симментал бар, например. Айшер бар бізде кішкене таралып жатқан. Қазір жерсей деген қосылып жатыр. Енді мен мына рацион составлять еттім да, рацион. Біз беріп жүрген өзіміздің күнделікті көріп жүрген неміз рационымыз ше. Өзіміздің үйде азықтандырып жүргеніміз. Осы жерде, например, мен 35-40 литрға жасадым, жасалған рацион 35-40. Осы рацион жейтін мал 35-40 литр сүт бере алады. Генетикасы жететін болса, мен қазір санап берем сізге рацион бойынша. Мынаның барлығы қазіргі таңдағы Алматының бағасымен есептедім, тура осы тұрғандағы қазір. Сиырдан 35-40 литр мүмкіндігі бар сиыр болса, 35-40 литр сүт алу үшін сиырдан 45 көрмеген екен. Ол бір күндік азығында 3 килограмм шөп жейді. Таза жоңышқа. 3 килограмм бір күнде суточный. 3 килограммды бір күнмен бір бергенді шатастырмаңыздар. Бір күнде суткасына 3 килограмм шөп жейді. Кез жарым мен кешкісін кез жарым беруге да? Иә, 2 рет бересіз ба? Жоқ, 1 рет салып қойса, ол сіздің еркіңізде. 10 рет бөліп бересіз ба? 3 килограмм жоңышқа, 6 килограмм арпа, туралған арпа, майдаланған. Дробленый дейміз ғой. Туралған арпа 6 килограмм. Шрот біздің Алматының жағдайында қазіргі бағасы төмен болып тұрған. Рапсты шрот. Рапс деген өсімдік, майалатын өсімдік. Соның шроты бар. Ішінде протеин 38% протеині бар. Бағасы да өзі бізге қолайлы. Қымбат емес, 130 теңге болып тұр қазір бағасы зауыттағы. Содан 3 килограмм жейді бір күнде сиыр. Жүгері, тартылған жүгері бар ғой, майдаланған дәні. Содан 3,5 килограмм. Қазір бізде Алматының жағдайында силс бар. Силсты 25 килограммға дейін беруге болады бір күнде. Силстың бағасы бізде қазір 25 теңгеден 40 теңгеге дейін бар да. Мен жаңа 40 теңгені естіп едім, максималь ең үлкен бағадаш 40 теңгеден. Мен өзім 40 теңгелік силс алып отырмын. 25 теңгелік силс бар. 30 теңгеден бар. Енді кім келсет, кім тасиды, транспорт бар, оған байланысты мен енді 40 теңгеден ең жоғары бағаны алдым. Одан 25 килограмм жейді бір күнде. Пивная дробина деген бар бізде. Барда. Былайша айтқанда арпаны қайнатып, сығып суын алады да, дальше переработкаға жібереді да, құры өзін бізге кәдімгі отходный жем ретінде сатады. Қалдық жем ғой. Оның килограммы қазір тоннасы 12 мың теңге тұрады. Сонда получается 1 килограммы 12 теңге шығып тұр. Одан бір күнде сиыр 8 килограмм жей алады. Сосын премикс, витаминдер. Витаминдер 415 теңгеден бастап, қазір 1000 теңгеге дейін шығады. Средний өзіміздің беріп жүрген витаминнің бағасын алды, мен 600 теңгелік бағаны. 600 теңге деп естідім. Одан 100 грамм бересіз, потому что сиыр сүтімен бірге қанша кальцийді, басқа да элементтер жоғалтады сүтпен. Соны восстановить етіп отыру керек, қайта қалпына келтіріп. Одан 100 грамм бересіз. Тұзды, минералды ретінде тұзды қалай бермейміз? Тұздан 100 грамм береміз бір күнде. Тұз енді кормовой тұздың бағасы где-то 25 теңге ғой енді. Потому что ол не очищенный, тазартылмаған, ол йодталмаған тұз 25 теңге килограмм бар ол. Одан да арзан түсетін жерлер бар. Сосын трикальций фосфат деген бар. Біздегі Тараздағы фосфорный завод бар ғой бұрынғы. Соның тоже отход ретінде шығатын не ғой? Кальций. 3 түрлі. Иә, кальций, трикальций фосфат ол. Оның бағасы біз 125 теңгеден алып жүр қазір. Рынктағы бағасын айтамын. Сосын сода береміз, жаңағы іші дұрыс жүру үшін, ацидоз болмау үшін, понос болмау үшін. Ол енді соданы 50 грамм ғана береміз, көп бермейміз. Соданың бағасы қазір рынктағы бағасы 185 теңге килограммына. Это пищевая сода. Мешокпен кәдімгі сатылады. Итого барлығын қосқан кезде 48-де 850 грамм шығады. Бір күндік сиырдың азығы. 50 килограмм ғой енді бәшті. Иә. Шөптің бағасы қанша теңге? Сіздерде білмеймін қанша бағасы? Осы 50 килограмм. Бізде қазір 1500 теңгеге дейін барады шөптің несі да, жүгі. Жаздың күндері 600-700 теңгеден басталып енді. Мен 900 теңге алдым средний. Арпаның бағасы бізде қазір рынокта 115 теңге килограммы.
Шуроттың бағасы жаңағы рапсы шуротке 130 теңге. Кукуруза дробленый жүгерінің бағасы 115 теңге қазір бізде. Силстың бағасын 40 теңгеден есептедім. Барданың бағасы, зауыттың бағасы мен 12 теңгеден есептедім. Премикс 600 теңге килограмм, соль, тұз 25 теңге, трикальций фосфат 125-тен біз алып жүрміз. Содан 185 теңгеден. Итого қанша шықты деп ойлайсыз бір күндік расходы? 5 мың. 2842 теңге. 2842 теңгенің несін азығын жиып отыра сізге ең кем дегенде 30-35 литр сүт беретін еді. 35-40 теңге оның рацион. 35 литр сүт берсе минимальный да. Содан пайда көресіз, пайда көрмейсіз. Осы таблица бағанағын Инстаграмға саласыздар ма? Қандай қайтадан қалып қойды мүмкін? Бұл енді таблица түсіріп жіберем, соңынан түсіріп жіберем. Соңынан түсіріп жіберем, сіз оны бекітіп алыңыз. Ретінде жасап олар. Керісінше тұрған сияқтымыз. Мен сізге суретін жіберем, сосын қоясыз, Итого получается 2842 теңге бір күндік азығына жейді сиыр. Одан о сиыр сізге 35 литр сүт береді. Бізде қазір ЛПХ-лардың бағасы сүтті оптом өткізіп жатқанда 100 теңге. Розница сатсаңыз 500-600-ге дейін барады Алматыда қазір баға сүттің бағасы. 500-600 ма? Мынандай протеинмен, мынандай жирмен никогда сиыр төмен жирность бермейді. Мынандай клетчаткамен. Мынаның өлгендегі жирности 4% болады. Сүттің сапасы да жақсы да бұл жердегі. Мынандай азықпен. 300 теңгеден сіз 35 литр сүт сатсаңыз бір күнде 10.500 теңге табасыз бір сиырдан. Қолыңызға түсетін ақша 10.500 теңге. Содан бір күндік азығы 2842 теңгені алып тастасаңыз, сізде пайда 7658 теңге бір күнде бір сиырдан. Бұл таза экономистский. Ол сіздің мен жұмыс ақыңызды, жаңағы суыңызды, светіңізді қосқан жоқпын енді. Осы рецепті бана нені сәл бана галштейміз сементалдарға да тоже беруге болады ма? Сементалдарға беруге болады, кішкене бұл жерде сәл басқасы нәрсе өзгерді. Бірақ сементалдың мүмкіншілігі галштейн сияқты сүтін қатты көтере алмайды, сементал тез семіріп кетеді, сүтін лақтырып жібереді ол сементал. Потому что сементал сүтті бағыт емес ол негізі. Ол етті бағыт. Соны түсіну керек. Сементал етті, сүтті бағыт. Бірінші очередь етте тұр оның мүмкіндігі. Біздікі красноцепной ол жағаны қайтесіз. Болған болсын беруге? Беруге болады, бірақ ол красноцепнайдың мүмкіншілігі 4,5-5 тонна ғой жылына. Оған рецепт? Одан артық оның потенциалы жоқ, одан артық оның. До конца потенциал көтеру үшін рецепт бар ма оған бөлек? Жасауға болады, бүкіл породалар жасалады жеке-жеке. Сіздің өзіңіздің қолыңыздағы бар азықпен есептей отырып химиялық құрамын қараңыз мынаны. Мынау бүкіл алған кукурузамызды, басқамызды соны лабораторияға тапсыра отырып, міне оның химиялық құрамы, қанша кальций бар, қанша фосфор бар құрамында әр азықтың бүкіл есептеліп шығарылады. Мынау просто так аспаннан алып, рацион жасала салмайды. Мынандай берсең болды деп. Лабораторияға тапсырылып, бүкіл химиялық құрамын зерттеп, сол арқылы шығарады ол рацион жасауға болады тілеуір парадаға. Кез келген парадаға өзіне тән. Оның мүмкіндігі 5,5 тонна ма, жылына 5,5 тоннаға лайықты рацион шығарылады. Оның рационы естественно бұнандай қымбат шықпайды, 2800 теңге шықпайды, оның 1,5 теңгеден қайтатын шығар средний баға. Нормально. Жақсы. Ол бірақ 35 литр бермейді, ол өзіне лайықты, 18-20 литріне рацион шығаруға болады бөлек. Оның расходы да азаяды. Мен енді средний есептедім енді. Біздің Қазақстан жағдайында 7 тонна, 8 тонна сүт беретін болса, сиырды жақсы үйде қарайтын болса, сиыр 7-8 тонна сүт бере алады. Жағдайында. Негізі лактациямен бөледі ғой сиырды сүтін. Күнделікті литр сүтімен емес, лактациямен бөлген дұрыс. Бір лактацияда, например, бір сиыр 7 тонна, 8 тонна, 9 тонна сүт береді деп, солай бөлген дұрыс. Бір лактация дегеніміз көрініп түсінбейтін адамдар болып, кісілер болса, сиыр бірінші туған кезде бірінші лактация, екінші бұзауын туғанда екінші лактация. Туғаннан кейін лактация ашылады. Яғни ол келесі
бұзауын тууға демалысқа кеткенге дейінгі аралықты бір лактация деп айтамыз. Лактацияның ұзақтығы негізі стандарт бойынша 10 ай, 10 айымыз 305 күн жылына. Сиыр туғаннан кейін 2 айда ұрықтандырсаңыз, сіз жылына сиырды 10 ай сауасыз. Сол 10 айдың расходымен есептеуге болады сүтті. Ең кемінде сиыр 7 тонна сүт беретін болса, бір сиыр бір күнде 23 литрдан ғана сүт бергенде, оған қиын емес ол 23 литрдан сүт беру. Рационыңыз дұрыс болатын болса, ол туған кезде 35-40-тан бастаса, соңғы жағында 15-16-тан шықса сүті запуске, оның средний удойы 23-25 литрға шығады. Ол сиыр, значит, бізге 7 тонна сүт бере алды деген сөз. Жаңағыда жаздың күні шөп бар кезде беріп, қыстың күні шөп жоқ кезде бермей қалатын сиырлар, ол мүлдем бөлек. Сол үшін сүтті сиырларды көп жерде жақсы сүт алғыңыз келсе, олар бағылмайды. Бағылса да жаңағыдай дополнительный қосымша азық берілу арқылы сүтті бір қалыпты ұстап тұру керек. 7 тонна сүт берген сиыр бір жылда қанша пайда табуға болады деп ойлайсыз? Бір 7 тонна сүт берген сиыр. Қалай? 7 тонна сүт берген сиырдан бір жылда қанша пайда табуға болады деп ойлайсыз? 7-8 тонна. Есептеп алған сияқты, сол біліп тұрсам. Айтыңыз. Математика болса кейін болады. Енді 8 тонна біздің ұстап отқан Гаустен Швейцтің жағдайында 8 тонна бір қалыпты сүт деп айтамын, 8 тоннанда да. Енді 10 сиыр ұстасаңыз, сіз 7 тоннаны алуға болады. Бір сиыр ұстасаңыз 8 тоннаға, 9 тоннаға алуға болады. Жас сиырға мәкші көніп. 7 тоннадан 10 сиыр асырайтын болсаңыз, 7 тонналық сүт беретін сиырдан 10 сиыр асырасаңыз, 7 тонна дегеніңіз сізде 23 литр бір күнде суточный удойы. 23 литр алуға болады ғой бізге, дұрыс па? Айтпай ақ қойын 35-40 литр деп. 23 литрдан средний удой сиырдан алуға әбден мүмкіндігі бар Қазақстан біздің жағдайымызда. Шүкір, корм сатылып жатыр, корм шығаратын заводтар бар, қазір жеткілікті іздегенін табуға болады. 7 тоннадан 10 сиыр асырасаңыз, жылына сіздің таза пайдаңыз 12 миллион 331 мың 900 теңге шығады. Автоой бағамен сүт өткізгенде. Бір адамның бір жылдық зарплатасына артық па? Артық. Енді сол 10 сиырды неше адам қарай алады? Бір адам қарай алады. Барлығы өзі алады. Бір адам қарай алады. 10 сиырда тұрған ештеңе жоқ. Жақсы. Бір сиырдан, бір жылда бір сиырдан, жақсы сүт беретін бір сиырдан 1 миллион 531 мың 190 теңге табуға болады бүкіл азықты бәрін алып тастаған кезде. Ол жеке оған зарплата 1,5 миллион жылына зарплата оған. Айлықты қаншадан аламыз десе өз шетінен алады шетінен. Бұны мен 10 сиырға есептеп шықтым расходты. Бір күнде 2842 теңгеден расход жасап, максимальный қазір қыстың кезіндегі расходтың есептедім еще. Қыстың кезіндегі бағамен есептей отыра шығынын есептеп, бір жылға мүйін сауат етіп, бір жылда уақытпен сиырды 10 ай сауатын есептей отыра, бір сиырдан 26 литр средний удой беретін сиырдан 1,5 миллион пайда табуға болады сиырдан. Болады әрине. Так, енді мысалға сіздер 1000 бас, 500 бас сауып отырады ғой? Осы солардың сүттер барлығы порошокпен өтіп кете ме? Түгел? Банағындай. Жоқ. Мысалы, үкіметтің сүті дейді, табиғи сүт деп, қолын сүті деп, біздің өзіміз табиғи өнім деп, таза сауылған сүтті ешқандай буландырма, қаймақ, таза твор жасаймыз біздер. Солай сатамыз. Ал порошок, олар ойлайды, көпшілігінде табиғи емес кішкене. Химикат қосылған деп ойлайды. Соның екеуінің разница. Енді ол халықтың олай ойлайтындай бар да негізі. Оған да негіз бар. Олай ойлайтынға да бірақ барлығы бірде 100% табиғи емес деуге тоже келісуге болмайды. Ол өндірушіге байланысты.
өндірушінің ұятына байланысты. Сосын біріншіден бізде жаңағы сиырдың сүтін порошокқа айналдыратынды әлі ондай спрос жоқ сүтке, порошок сүтке да. Порошок сүтті біздегі сухой молоконың барлығы біздегі основной шөптен алынады, растительной основе оның барлығы. Потому что сухой молоконың бағасы өте төмен. Бізге оны табиғи сүтті алып, оны порошокқа айналдырып, ондай процесс жасағаннан гөрі лучше ананы пастеризовать етіп, пастеризация бар, ультрапастеризация етіп, сұйық күйінде сатқан тиімдірек шығады, экономически тиімділігі жоғары болады. Ана жұмысына қарағандашы. Бізде сауып жатқан сүттің барлығы бірдей қазір мол заводқа кетіп жатыр, үлкен мол заводқа. Мол заводта жаңағыдай өздерінің қоспаларын қосу арқылы, бактерия қосады, басқа қосу арқылы неше түрлі продукция шығарып жатыр. Жаңа йогурттар бар, басқалар бар деген сияқты, сметанасы бар, айраны бар. Ең соңғы не продукция ол сүт қой, кәдімгі сүтті пастеризовать етіп сүт сатылады, соңғы продукция. Соны көпшілік енді мойындау керек, бағанағындай химикат қосылған деп алады, бірақ енді алмайды емес, алады, бірақ химикат қосылады. Химикатсыз болмайды. Химикат қосылады, бірақ кімде қандай химикат екені ол өздерінің айырмашылығы қандай болады сонда? Пайдасы. Біз шығарып жатқан өнім бар, біз табиғи ненің пайдасы? сүт шығарамыз, қаймағын шығарамыз, творын шығарамыз. Сол қарағанда қандай болады екен? Пайдалы. Енді өндіруші адамға байланысты өндіруші тарап пайданы көбірек тапқысы келсе, ол жерге уже көбірек нәрсе қосады, басқа да краскілер қосылады, консерванттар қосылады оның құрамында, бактериялар қосылады оның құрамында. Байқасаңыз, жаңағы заводтан переработка жасалып шыққан сүт ашымайды. Ашып кетеді. Сонда біздікі пайдалы ма сол? Иә, неге деген вопрос бар. Не үшін олардың сүттері ашымайды? Неге? Потому что ол уже өлік сүт, ол былайша айтқан кезде. Халықты өлік сүтпен қамтамасыз етіп отырмыз онда? Получается солай енді. Потому что консервациядан өткеннен кейін ішіндегі барлық заттың бәрі өлді ғой. Ішіндегі живой организм бәрі өлді ғой, пайдалының барлығы. Енді мен мұндай ой... Живой организмдер өледі, бірақ ол жердегі жиры, ол жердегі жаңағы кальций, ол живой организмге жатпайды. Живой организмді бөлу керек ішінен. Иә, ол бөлек. Кальций нелер сақталып қалады ішінде. Пастеризацияның түріне байланысты. Бірақ ішіндегі тірі тағы да өмір сүретін организмдер ол адамға пайдалы. Бактериялар біздің ішек құрылысымызға қажетті. Олар болмауы мүмкін құрамында. Енді болмаса жаңағы мифида бактерия қосып жатқандар олардікі пайдалы болуы мүмкін. Бір мен ой айтқым келеді, енді ол ақылға сыя ма, сыймай ма білмеймін. Мысалға, 1000 бас бір жерде ұстап, оны порошокқа айналдырып химикат қосқаннан гөрі 1000 басты бөліп, мысалы 30-30-дан ба, каждый мысалы ауылдарға қойып, таза табиғи қаймақпен творогын, айранын шығарса, сол пайда бола ма, әлде анау тиімді бола ма екен? Жоқ, не үшін 1000 бастың бәрін порошокқа айналдыру? Ол порошокқа айналдыру деген жайт отыр. Порошокқа айналдыру мүмкін емес. Пастеризатор деген бар, ультрапастеризатор. Просто сіз оның құрамындағы микробтарды, тірі организм өлтіресіз да, сүттің басқа пайдалы нелерін бәрін сақтай отыра, просто фасовать етіп сатуға болады табиғи өнімді. Просто оның сақталу уақыты аз болады. Егер халық сондайды қаласа, 3 күнде, 5 күнде бұзылатын тетрапакеттер бар. Сонда шығаруға мүмкіндік бар. Оның пайдасы өте жоғары. Бірақ оны алыс жерге жеткізе алмай қалады, проблемасы сол. Иә, сол ұзақ жерлерге жеткізе алмайсың. Тек өз районыңға, өз регионыңға ғана жеткізуге мүмкіндік бар. Комментарий, сұрақтарға жауап берсеңіздер деп жатыр. Қарап жүресіздер. Сұрақтар менде вообще тоқтап қалды, ешқандай жылжып жатқан жоқ. Қандай берген дұрыс дейді, неше дейді, корм қандай. Корм туралы қазір айтып кеттік. Қанша корм берік. Қандай баланс керек, серік деген. Қандай баланс керек? Баланс протеин мен энергияның балансын көбірек санайды.
сосын микро, макро элементтердің балансын көбірек санайды рацион санаған кезде. Ол специальный программа бар, сиырдың салмағы мен сүтін жаза отырып, жаңағы химиялық құрамын ескере отырып, рационды қоюға болады. Үй жағдайында қандай тамақтандырған дұрыс. Мен сізге айтып жатқаным бәрін үй жағдайында тамақтандыруға болады, осының бәрін сатып алып, араластырып берсеңіз болады, ешқандай проблема емес, өзім беріп отырып қазір. Алматы қаласында қандай порода дұрыс? Алматы қаласында енді порода жайында кетсек, осы порода сұрап отыр, Алматы қаласы дейді, басқа қала дейді. Қай қалада болсаңыз, сіз сиырға қандай жағдай жасай аласыз? Сиырдың жағдайына икем жасай алатын болсаңыз, кез келген породан ұстауға да болады. Мен галштин ұстадым, краснопестрый, чернопестрый. Мен швейц ұстадым, мен алатау ұстадым, мен жерсей ұстадым, мен краснодатский ұстадым. Солардың поместарын ұстадым. Ешқайсынан бір жаманшылық көрген жоқ. Қай породан ұстасам да барлығы жақсы показатель береді, көрсеткіш береді. Өйткені неге? Ол сіздің жасаған жағдайыңызбен, комфортыңызбен, азықтандыруыңызға байланысты. Сиырдың үй жағдайында негізі сізге қай жағынан тиімді? Өзіміз ішеміз, бір-екі сиыр ұстаймын, жаңағы артылған көршіге сатамын десеңіз, азықты аз жейтін және сүті бір қалыпты, майлылығы жоғары болатын жерсей деген порода бар. Өте керемет порода, өзі кішкентай ғана болады. Сізге 5%-тен жоғары жерде сүт бере алады. Бірақ сүттің объемы бірінші жолда 20-дан асуы екі талай, 20-ның төңірегінде береді, екінші жолда 30-дың үстінде бере алады сүтті. Айшыр деген порода бар, тоже бірінші жолда 16-18 береді. Енді средний уды айтып жатырмын, рекорд айтып жатқан жоқпын, рекордтар бар енді 30 беретін. Екінші жол 25-тен жоғары береді. Бізде Алматымыз тауға жақын орналасқанына байланысты швейц деген порода өзінің өте жақсы көрсетіледі, өте мықты жағынан. Өзінің порода ашады деген нәрсе бар ғой, өз мүмкіндігін ашады деген. Сондай жағынан швейц өте мүмкіндігін максималды түрде ашып көрсетіледі деп айта аламын. Сосын швейц пен галштиндің қосындылары жақсы, өте жақсы результат көрсетіп жатыр. Бірінші жолда 30-дан кем беріп жатқан жоқ олар. Швейц пен швейцтің қосындылары, поместары. Тамақтарға баланысты 12 литр мен 25 литр қалай беру керек дейді. Мен 12 литрға санаған жоқпын. Егер мүмкіндігі болатын, сиыр болатын болса, 30 литрдің рационын беріп көрсеңіз, ол міндетті түрде көтереді. Қай период лактациясына байланысты емес ол. Туғанда 5 ай болған сиыр болса да, сүтін көтеруге әбден мүмкіндіктеріңіз бар. Ресурс влагостойкость, можно разработать много. Көпшілігіне рационның программасы несі бар ма екен, соны сұрайды көбісі негізінде. Рационның негізі определенный рацион есептейтін программа бар. Қазір неше түрлі программа. Суткада емес, компьютерда бар. Неше түрлі программа есептейтін, рацион есептейтін программалар бар. Ол жерге не кіреді? Бірінші сиырдың породасы жазылады. Біздің көбісін айтатын, мынау қандай порода дейді, елдердің сұрағы да. Мынау қандай порода деп сиырын жібере түсірдім. Біріншіден сіз оны порода деп айту үшін бірінші оның әкесін білесіз ба, шешесін білесіз ба, ол сиырдың. Екеуін де білмейсіз ба, значит, ол беспородный болды. Бірақ әңгіме. Породаға жатпайды, өз көшеден бір жерден сатып алған сиырын қандай порода дейді. Порода деп айту үшін сіз оның атасын, бабасын білуіңіз керек. Қай жақтан шыққан, қандай данные. Соған байланысты породаға жатқызуға болады. Ештеңесін білмейсіздер, көшеден өзі жүріп айтар, өзі мұқадан қашып тапқан мұқадан туады, ол беспородный, ол породаға жатпайды, оның мүмкіндігі 2 тоннадан аспайды. Суданка, кебек, шрот, арпа, минералды. Шроттың қай түрлі? Әр шротта әр түрлі, Жандос дейді. Әр шротта, сосын әр шөптің түрінде химиялық құрам әртүрлі.
Сою шрот бар, соядан жасалған. Мақтаның шроты бар, рапстың шроты бар, шемішкенің шроты бар, несі жымиқы бар болмаса. Соның түріне байланысты шроттың қайда сіңеді. Сырой протеин деген бар. Протеин, транзитный протеин деген бар. Соның барлығы ескере отырып саналатын нәрсе рацион деген. Мен жаңа сізге айтып отқан рапсовый шрот деген ол транзитный протеин. Транзит деген түсінетін шығарсыздар. Ол асқазанға түсіп, бактерия оны жемейді. Ол прямой кишечникқа өтеді, ағзаға сіңіп кетеді болды. Оның негізгі қызмет транзит деген сол. Ағзаға тез сіңетін ол, быстро усвоимый протеин. Жаңа программасының аты Ол нәрсе бар ма екен? Google программасы қымбат, оны сатып үлкен молзаводтар алмаса бұлай алмайды оны. Біздегі айтады, санап береміз оны. бере аласыздар да, айтса. Жекеге шығып жатар енді алатын кісілер. Бізде специальный зоотехниктер бар, есептейтін, өздері есептейді шаруашылықтың рационын жаңағы. Сосын премикс алатын басқа компаниялардың, осы шетелдегі мамандардың жетекшілігімен рацион составлять етіледі. Кімнің телефонын сұрап жатсыз? Дүйсен Нұрбол деген кісі. Жайсир, я серік қосыламын. Жайсир сіздің байлап баққаныңызды ақтамайды, сол үшін оны айдап жібереді. 3 литр сауып, бірақ 3 литрді қыстың күні беретін шөгіңізді есептейтін болсаңыз, ол сізді ақтап та жатқан жоқ негізі. Жайсирді ақтамайды. Біз оған жем бермей шөп бермеген күннің өзінде ол сиыр асып кетсе 6 ай сүт береді, 6 айдан кейін сүтін тартып тастайды ол сиыр, жайсирлар. Ол сіздің қыстың күні берген шөбіңізді ақтамайды жайсирді. Байлап баққан түгілі, байламай бақсаңыз ақтамайды ол. Сиырдың тұқымы мен сүттілігі не байланысты? Сиырдың сүттілігі бірінші генетикасына байланысты, екінші сіздің кормлениеңізге байланысты, үшінші содержаниеңізге байланысты. Аман жол. Галштиндер аязға мысалы шыдамайды дейді, сол рас па? Аязға, салқынға, -20. -30 градуста да галштин северде де өмір сүріп жатыр. Солтүстікте ыстықта ше. Иә. Ыстыққа қазалыда өмір сүріп жатқан галштиндер бар. Ал неде? Қазалының ыстығын білетін шығарсыз. Жем шөбіне байланысты дейсің барлығы. Жем шөбі сіз ыстық кезде оған вентилятор қояды обязательно. Вентилятор, сосын су бұрқақтар бар ғой жаңағы. Опрыскиватель суды. Сондай қою арқылы суытады помещениені, сиырдың денесін. Жаздың күніне қатысқан кезде. Комфортный условия жасайды сиырға. Израильде де өмір сүріп жатыр галштиндер. Африкада ұстайды галштинді. Арабтарда да галштин бар. Ыстық жақ керек болатын бізде. Солтүстіктен келіп бізде, солтүстік Канадада галштин бар, басқа порода жоқ. Сіз оны далаға бақпайсыз, оны условия жасайсыз, оған разница жоқ. Қай елде өмір сүріп жатқан, қандай жерде. Қандай жерде өмір сүріп жатқанда разница жоқ оған. Оған сіз қандай условия жасайсыз, сол мәселеде. Туғаннан кейін сүті қалай болады? Сол бірді айтады. 3 туғаннан кейін неше рет туады жалпы? Осы мәселе өте бір маңызды сұрақтардың бірі біздер үшін. Бірінші галштинді стап көрмей жатып, жаңағыдай қашан біраққа жібереміз. Өткенде бір кісі маған хабарласады, осы сиыр алайын деп едім деп, енді мен бір-екі порода ұсынып жатырмын, мына жерде андай сиыр бар. Сосын айтады, мен осы сиырды сауып болғаннан кейін істеймін дейді. Енді сауып бірінші көрсеңізші деймін ғой, сөйтсем сауып болғаннан кейін оны колбасныйға жіберемін ба дейді. Мен семіріп тоямын ба дейді. Мен мынша айтамын, сіз ол бірінші осы сиырды алыңыз, оны сіз 10 жыл сауасыз ба, 20 жыл сауасыз ба, Құдайдың жазғанын сауасыз, 3 жыл сауасыз ба, 1 жыл сауасыз ба. Бірінші адам саумай жатып, ананы қайқа жіберетінін ойлайды екен да. Ол 3 жыл сауатын сиырлар бар, галштиндердің 3 жыл сауатын линиясы бар. Бірақ ол 3 жыл сауғанда 4-5 жылдар пайда аспай қалған осында.
түсініңіз Нұрсұлтан, 3 жыл сауатсыз ол сиырды, бірақ 3 жылда ол сізге 6-7 бұзау туғанын Мгм. сүтін береді. 3 жылда ондай сауатын болсаңыз, бір күнде 60-70 литрден сауатын болсаңыз, суточный удойға жылына 19-20 тонна, 24 тоннаға дейін барады. Олар 3 лактациядан кейін шыдамайды Организм уже. Организм полный, былайша айтқанда өшіп кетеді. Иә. Ал егер біздің жағдайымызда 35-40 литрда спокойно 5-6 рет туғызады, су жоқ иә. дегенде. Одан кейін ол медаль тағып, кәдімгідей оны былайша айтқанда Е, көмуге де стоит қой сиырды. Сізге 8 тоннадан сүт беріп тұрса, айына 8 тонна. Ол сиыр өзін ақтап тастаған, ол сізге қанша 5 мгм. бұзау береді. Мен көрдім, бізде бір сиырлар болды. Гаусиндер шетелде де бар жаңағыдай. 200 тоннасын сүтін беріп жатқан сиырлар бар. Бәрі бірдей 3 тумада өліп қалады деген сөз жоқ. Просто шетелде оларда ограничение количества деген нәрсе бар. Малдың сан басы шектеулі, сан басы. Сізге 100 басқа рұқсат берді, сіз 100 сиыр ұстаймыз, 100 сиыр ұстасаңыз, сіз мемлекетке айына 184 евро төлейсіз штраф. Сізге 101 сиыр Асып кетсе ұстағаныңыз үшін. тоже штраф. Сол үшін олар не істейді? Иә, асып кетсе штраф. Бізде Қазақстанда ұстай бер. Иә, 16 кетпейді сиыр. Көбейгенде қайта қуанамыз. 100 сиырға рұқсат берген, 101 сиыр сенде тұр. Жаңадан поколение өсіп келе жатыр, мықты генетикамен, мықты рух салғасын сен оған. Естественно, стадыңдағы 3-4 туатын сиырларды құртасың да, орда жастау сиыр қалдырасың. Ол математически дұрыс па? Дұрыс. Сол үшін ойлап бізде ол жақта 3-ші лактацияны алып тастайды, бізде сиыр 3 жыл өмір сүреді болды деп одан кейін. Иә. Ондай емес ол. Оларда саны шектеулі болған үшін өздерінің басын нетіп отырады, ауыстырып отырады обновлениесін, өйткені генетика ауысады ол жерде. Сосын сүтті көп адам қолдану мысалы зиян болып кетпейді, зиян деп айтады кейбіреулер. Мысалы ауырған адамға қаймақ жеуге болмайды дейді, сахар бар адамға. Сол жағынан білесіз бе? Енді қаймақты жирді көп жеген сайын бауыр кетеді ғой, бауыр фильтровать етеді ол майдың бәрін. Май деген үлкен энергия, оған көп қызмет керек, оған өт бөлінеді. Ол былайша айтқан кезде адамның несі ғой, ол медицинасы уже. Сүт өнімін таза пайдалы жей беру керек деген не жоқ қой деп жатқан шығар, иә? Біз только сүтті қаймақты жеп қана қоймайды ғой біздікілер. Сіз ана жеп жатқан 1 килограмм қаймағыңыз 10 литр сүттен шығып жатыр да. Бір күнде 10 литр сүт ішпейміз ғой. Бізге сүт ішпегеннің зияны болмайды да. Баланспен ішсеңіз, егер соның бәрін фильтровать етіп ішіндегі маңызын ғана ішсеңіз, уже сіз организміңіз бір күнде қортамайтын нәрсені жеп жатыр да 10 литрден. Былайша айтқанда азығын бірден. Анан бауыр не справляется, бауыр бүйректер. Анан қортып распределить етіп жан-жаққа. Естественно, өзі нагрузка түседі бауырға. Жаз мезгілінде қарбыз жеу керек дейді, тек қана мысалы қыста қарбыз жеген ол тағы сезонный деген сияқты. Сол сияқты сүтті де сезонный емес па деймін ғой. Мысалы көктемде туды, жаз тұтыну керек, қыс мезгілінде мысалы керек емес деген сияқты. Адам организмі ондай емес пе? Жоқ, біз өзі сүтқоректілеріміз ғой, біз өзі адамның өзі. Бізге бола береді. Нормамен, иә, нормамен қолдануымыз керек та, қандай нені болса да, қандай азық болса, нормамен жеуіміз керек. Өзімізге бір шектеулі норма қоюымыз керек. Мен күнде 10 литр сүт ішпеймін, 1 литр, 1 кесе сүт ішемін, маған жеткілікті. Мынадан 1 кесе, мынадан 1 кесе деген сияқты тамақ. Сонда ол пайдалы болады. Жаңа балансированный корм дегенге ол да келеді, адам келеді, например. Бір нәрсені көп жегеннен гөрі аз-аздан жеген дұрыс әр азықты да. Әр дегенде өзі таза свежий кезінде пайдалы ғой, например. Сүттің пайдасы көп негізі. Ағзаға қанша қажетті кальцийіңіз бар, басқа да сұйықтығыңыз бар, ішінде небір нәрсесімен пайдалы, бірақ нормасымен қолдану керек. Нормасымен ішуіміз керек онда. Бас салып сүт ішуің керек, енді 10 литр ішіп алып, жаңа 5 литр ішіп алып, сүтке бет қарауға беттері жоқ. Көп ішіп қойған. Оны 1 стакан іш таңғы асқа, обедтен басқаны же деген сияқты мәселе ғой. Ақтөбе. Түсінбедім мына
топырақта Ақтөбеде немістер бір күн жемдеп, бір күн жайылымға жіберді. Так. Қан айналсын сиырда бір орында тұрмасын десеңіздер, загонға жіберіңіздер, проблема жоқ. Загон жасап алып. Так, сиырдың мезгіліне қарай. Сиырлар көп аурушаңдықтар қандай түрлері бар екен? Ол эпизотологияға байланысты, орналасқан жеріне байланысты аурудың түрі. Не үшін? Потому что топырақта сол жергілікті сиырлар ауырған болса, сол топырақта ол спорасы сақталады бәлен жылға байланысты, әр аурудың түріне байланысты. 6 жылдан 100 жылға дейін, 200 жылға дейін, 2-3 ғасырға дейін сақталатын споралар бар, аурудың түріне байланысты. Сол топыраққа түседі, сиыр топырақта жүргеннен кейін, сол жерден жеп жатқаннан кейін, түсіп жатқаннан кейін, сиіп жатқаннан кейін, оның бәрі топыраққа түседі, топырақта спора түзіп, ол сақталып қалады. Ұйықтау процесі ғой айтқан кезде. Келесі жылы сол жерге шөп шығады. Шөпті сиыр бетін ғана орып барып жуып жемейді оны тазалап. Ол жайылған кезде топырағы да кіреді, шаңы да кіреді. Спора кірді ме организмге, қайта ауру шығады. Ол ауру. Аурудан қалай қорғанамыз? Аурудан только вакцинаны, сапалы вакцинаны мезгілінде уақытында салу арқылы сол ауруға деген малдың иммунитетін қалыптастырамыз. Көп ауырмайтын сиырларда тұқымдары бар шығар, аурушаң. Етті, сүтті бағыттың сиырлардың иммунитеті жоғары болады. Етті бірінші, сосын сүтті, бірақ ол сүтті көп сізге бере алмайды. Ол көбінесе етке жинайды, өзінің ағзасына иммунитетіне жинайды. Сүтті беретін сиырдың иммунитеті әлсіз болады, бірақ егер сіз оның кальцийін, керекті ағзасын, заттарын, витамин беріп тұрсаңыз, оның да иммунитет нормальный болады, ешқандай қорқыныш емес. Сиыр ауырған емделеді, қиын қорқатын ештеңе жоқ, Емделмейтін аурулар, сиырдың емделмейтін ауруын алла сақтасын кездестірген жоқпыз, уақытымен мезгілінде жасалған, қойылған диагнозбен жасалған бәрі емделеді. Мидың басқа жердің бәрін операциясынан жасап отырып қой. Шүкір жасауға болады, емдеуге болады. Адамның әрекет Құдайдан нәтиже. 35-40 литр калаштен қой дейді. 35-40 литрдан 54 литрға дейін Швейцарияда сауып жатыр Нұржандос. Сиырдың қауіпті ауру түрлерін атап өтесіз бе? Ол қандай анықталады? Сиырдың емделетін ауру бар, емделмейтін ауру бар. Емделмейтін ауруға бізде бір түрлі жатқызады. Сибирьден жатқызамыз, например. Құдай сақтасын, оны вакцина арқылы ұстау керек, оның бәрін вакцина салып отыру керек уақытысында. Пастереллез бар. Кластридиум деген бар, например, қарасан деп айтады бізде. Пастереллез жазда күн ыстық кезде, жалын жайылымда жүргенде көбірек жұғатын аурулар, почвада қалып қалған топырақта. Яшір деген ауру бар, ол бірақ бактерия емес, ол вирусный жататын ауру. Олардың барлығы вакцинаны уақытында, сапалы деп бекер айтып жатқан жоқпын. Вакцинаның көбісінің хранениесі дұрыс емес. Сапалы вакцина болса, бұл аурулар сізді ешқандай қорқыта алмайды. Тағы бір тақырып, қолмен ұрықтандыру жөнінде. Ондос басқа порода бермесе, сол беретін породаға көшуіміз керек, сол үшін айтып жатырмыз, өткізіп жатырмыз. Швейцар бере алады, Айшер береді, жерсейті мен 41 литр сауғам өзім ештеңесі жоқ. Жерсейті бергізуге болады, кәрменіңіз дұрыс болатын болса. Сұрақ қойын бе, қолмен ұрықтандыру? Жандос, Жандос, рацион жасағанда сиырдың салмағы, породасы, сүті бәрі есептеледі, соған байланысты жасалады. Сіздің алып отқан сүтіңіздің сиырдың пайдасын бәрін есептеп көрсеттім, эфирді кейін ютубтан қайта қарап шықсаңыз болады. Міне, бір нәрсені қайталамай қойын, мына жерде сұрақтар келіп отыр екен. Қанша бір күндік расходы, қанша пайдасы бар жазып есептеп қойдық.
артынан эфирге қыстырамыз. Тағы қандай сұрақтар келіп жатыр? Оның рас қой, 25 литр пайда дейді. Ассамолық сиырдың тұқымында генетикасына байланысты сүтті беру бермеуі. Сосын екінші кормлениеге байланысты осындай рационмен менде бір сиыр бар. Осы февраль алла қаласа 1 жыл болады туғанына. 35 литр беріп тұр қазір кеп. Қарапайым үй жағдайда көруге болады деп айтамын ғой. Иә, мен көрген нәрсемді айтып жатырмын, былай аспаннан алып жатқан жоқпын. Европада да көріп келдім, мен тура сол тәжірибемді жасап жатырмын өзімде. Калшийдің жирнесі азаймайды, нешінші туса да, ол сіздің беріп жатқан кормлениеңізге байланысты. Субсидия жөнінде сұрап отыр екен. Қандай субсидия? 5 миллион теңге дедіңіз ғой, дұрыс па? 5 миллион теңге субсидиясы ма? Несие ғой. Оған есептеп, мысалы, сиыр алып, оны қалай дамытуға деген сұрақ болды негізінде. Қолмен ұрықтандыру қалай жүреді? Сіздің өткенде ғана подписчиктеріңізден неден келген сұрақтар. 5 миллион теңге кредитке алып, қандай сиыр алуға болады? Сол ғой сұрақ, иә? 5 миллион теңге алып, сізге өкімет бір сиырға 380 мың теңге ғана бөле алады, бір сиырға. Сіз 5 породный жаңа документсіз сиырды 380 мыңға алуыңызға рұқсат бар өкіметтерге 5 миллион теңгеден. Сіз 380 мың теңгеге базардың сүт бермейтін сиырынан басқа сиыр аламайсыз. Жақсы сиырлардың бағасы аспандап тұр қазір. Сіз породысты сиыр алуға мүмкіндігіңіз бар, егер сіз племенной паспорты болатын болса, ол сиырдың міне породысты сиыр, ата бабасы көрсетілген мынандай плем заводтың сиыры деген документпен официально алатын болсаңыз, оның бағасы да қымбат. Ол кезде 5 миллион теңгені сол жаққа жұмсауға болады, бірақ документі бар сиырға. Бірақ сіздің алып жатқан 1-2 сиырыңызға сатып жатқан мекеме ол үшін документ тұрлағысы келмейді да. Ол үшін де олар да центрға ақша төлеп, ал жақтан разрешение алып сіздің талағыңызды қояды. Сіздің 5 сиырыңызды алған бір сиырыңызды жаңағыдай 1 айға бөлек карантине қояды, бөлек азықтандырады деген сияқты. Сондай шараларына бола 5 сиырға, 1 сиырға, 2 сиырға, 10 сиырға племенной документ тұрлауға ешкімнің құлқысы жоқ, былайша айтқан кезде, желаниесі жоқ. Сонда? Егер документімен сиыр болатын болса, документпен алсаңыз, қанша баға болса да өкімет қабылдайды ол кезде 5 миллион теңге ішінен. Бірақ документпен, официальный чегімен болу керек, ата бабасымен көрсетілген. Ал егер ондай документіңіз жоқ болатын болса, құр паспорты болатын болса, сиыр мынанша жаста, түсі мынандай вакцина алды деген, ол кезде 380 мың теңге патология. Сосын ол алғаннан кейін қанша уақытта ақтайды деген сияқты. Егер ондай сиыр алатын болса, ақтамайды базардың сиыр сияқты. Сиыр алатын болса, ақтамайды өзі. Породысты жақсы сиыр, өзінің жергілікті жеріне байланысты сиыр алады, бағанағындай рационның бәрін есептеп береді, сол кезде 5 миллионға қанша салуға болады деген сияқты. Сіздің алған сиырыңызға байланысты, сіз қандай жақсы порода алсаңыз, сіздің азықтануыңыз жақсы болса, ол сиыр буаз болса, келе сап сізге туып беретін болса, сосын оның ішіне салынған ұрықтың түріне байланысты, егер арнапол ұрық салынған болса, ол сізге келе сап ұрғашы беретін болса, сіздің пайдаңыз 2-3 айда бір сиыр өзін жауып тастайды расходымен. Сосын конечный итогі сіздің сүтті қаншадан сатасыз, ол да байланысты маңызды. 3 айдан 1 жылға дейінгі аралықта сиыр өзін жауап болды. Сиыр дейін кісі болса, пайдалы. Қолдан ұрықтандыру қалай жүреді? Қолдан ұрықтандырудың 3 түрі бар. 3 түрі. Айтайын ба, түрін жеке-жеке, ол ветврачтар емес, бұл кісілерге қажет емес. Қазір ректоцервикальный методпен ұрықтандырамыз.
ректоцервикальный, визоцервикальный, моноцервикальный деген үш түрі бар. Қазір соның бір түрі қалды. Ректоцервикальный метод қалды. Тігішекке қол салу арқылы жатырдың мойнын ұстап, шейканы былайша айтқан кезде шприц катетерді направлять етіп, сол арқылы ұрықтандырады. Қазір ұрықтардың екі түрі бар. Однополый сексированный деп айтады, немесе жаңағы традиционный, кәдімгі жергілікті жай ұрық плод бөлінбеген екі жынысты, қос жынысты екі жынысты ұрық екі түрі бар қазір. Біз айтып жатқан сиыр миллионның үстінде болатын сиырларын айтып жатырық. Жазда дейді, не дейді, галштин сиыр қанша тұрады сиылыстың? Қарапайым сиыр. Дәулет дұрыс айтады. Жазда сиылыс болмаса, сиылысты люцернамен ауыстырып, жем арқылы, жемді көбейту арқылы протеин есептейсті, ештеңесі жоқ, оны есептеуге болады. Жаздың сиылыс болмағанда бізде беріп жатырық. Нұрмахан сементалғасын жасап бере аласыз ба? Сиырың сементалдың породасы таза болса жасауға болады, таза еңбек. Так. Так, сіз сұрақтарды көріп тұрсаңыз оқи беріңіз, сол жауап берейік атын. Кеш болып бара жатыр. Сатылатын еркек бұзаулардың бағасы орналасқан жеріне байланысты 40-50 мыңнан туған күніне байланысты болады, породасына байланысты. Егер таза молочный болатын болса, еркектердің бағасы төмен. Сұрақ тұрса соңғы жағын оқыған сияқты. Алматы галштин жеткілікті алам деген адамға программа. Иә, мен оқыған мал дәрігерімін. Дәреже магистр ветеринарных наук. Акушерство, гинекология, хирургия кафедрасында синхронизация, осеменение коров деген темада диссертация қорғадым. 1,5 мыңға тарта сиыр қолдан ұрықтандырып, соның результатын жариялау түрлі 16 түрлі гормонмен синхронизация жасап, бұқадан ұрық алып, оның сапасын тексеріп, сондай болған мен темам. Үй жағдайда 5-6 сиыр ұстап, мини-пастеризатор болады, я істеп жатқандар бар. Пастеризатордан қарағанда сіз лучше сметана, құрт, айран, сармай жасап өткізгеніңіз өте пайдалы жағдайында. Қарапайым сиырға. Жандос, сементал қос бағытты порода, бірақ швейц қос бағытты порода, бірақ швейц на первом месте стоит молока, не мясо. Тоже надо учитывать. Мясо молочный, молочный мясная деп бөлінеді бағыттар, молочный. Білмеймін қанша литрға қолдағы сиырдың жағдайын дұрыстасаңыз бар, 12, 13, 15 литрға көтеретін шығар енді. Бірақ олардың лактациясының уақыты ұзақ емес, қысқа. Сол үшін оны да учет етесіңіз, қанша ұзақ уақыт суалмай соларды. Вот өзі семіріп кетеді да, сүт кемесі өзіне жұмыс істеп кетеді, жергілікті сиырлар. Қай жерде сіз так, қандай хақиқаттық сементалға рацион жасап береді. Кім сұрақтарды көрсін оқи берсіз? Көрінбей тұр, сізде не сұрақ? Сіз ғой эфирді ашқан. Сізге көп түседі. Суыққа қалай дейді сіздің пародаңыз? Біздің сиырларымыз далада жүрмейді, қыстың іште жүреді, далада жаздың күні загонға шығарамыз. Сол үшін бізге суық ыстықтың ешқандай несі жоқ. Біз далада бақпаймыз сиырды. Сиыр 30-40 литр сүт беру үшін сиыр азық іздемейді, азық сиырды іздейді. Соны естеріңізде болсын. Балық майының сиырға пайдасы бар ма? Я өсуімен жілік майын толтыруына мүлде пайдасы көп. Мамбиляр породасы не айтасыз сіздің? Мамбиляр породасы өте жақсы порода, жақсы порода. Сементалға қарағанда сүті көп. Сементал сияқты денесі етті, майлылығы жоғары породаның бірі, универсальный порода деп айтады. Галштинде, бәріне бірдей ұста деп жатқан жоқпыз, мүмкіндігі бар. Сосын асыл тұқымды сиыр ұстаймын деген кісілерге айтып жатырмыз.
сіздің условиямен сіз галштинге условия жасайтын мал, қандай мал болсын, қандай порода болсын, условия керек. Швейцқа да условия жасамай далаға жіберсеңіз ол да істемейді. Қандай асылтекті сиыр болсын, қандай мықты сиыр болсын, ол 5-6 литрға сүтін көтеріп тастайды, потенциалдың жартысынан жоғары бермейді. Уалейкум ассалам дейді Нұрсұлтан, саған ассалаумағалейкум деп жатыр. Қолдан тұрған сиырдың бұзауының қолдан ұрықтандырған сиырдың бұзауының иммунитеті тоже біраз қойылатын сұрақтардың Тура бірі. айтыңыз. Қолдан Бұл туралы бұзау туралы. қолдан ұрықтандырылған бұзаудың иммунитеті. Кейбір кісілер ойлады, ана слабый болады, қолмен ұрықтандыра берсе деп. Ешқандай оған қатысы жоқ оның. Наоборот, жоғарыламаса төмендемейді. Неге? Өйткені бұқаны, көшеде кетіп жатқан бұқаны ұстап алып, одан нұр қалмайды ешқашан. Ол бұқа біріншіден, бұқа туылады, әке-шешесі белгілі. Оны бір керемет рекордсменкалардан ғана алады біріншіден. Екіншіден, ол бұзау туылғаннан бастап оны әлпештеп өмір сүреді, оны қарайды, оның бүкіл вакцинасын салады. Оның иммунитеті жоғары болады, ол гендік жағынан өте жоғары. Мен түсінемін, егер таза порода, бірақ асылдандырған сайын төмендеуі мүмкін иммунитеті, бірақ қазіргі уақытта бұқаның характеристикасын оқысаңыз, бұқан алған сиырдың характеристикасын оқысаңыз, данныйларын өте керемет. Олардың иммунитеті төмен болатын болса, жылдан жылға, мына үлкен мол заводтарда, жаңағыдай үлкен племенный центрлерде мал қалмау керек еді негізі. Үлкен туылған бұзаудың өліп қалыпты оласа, болды, ештеңе қалмайды. Карсилар өліп кетті, содан кейін ештеңе қалмау керек еді. Ондай емес, олардың иммунитеті де жақсы. Ол сіздің азықтандырғаныңызға байланысты. Сіздің азығыңыз жаман, тамағыңыз жаман. Или жаңа біреулер пародан алып кетті, бұзау сатып алды, далаға жібере салды. Ол ондай көрмеген нәрсе. Оның денесін алып жүруіне керекті бір күндегі энергияны ана шөптен аламайды ол. Өйткені оның денесі үлкен. Оның мүмкіншіліктері, оның организм бұдан больше требует. Содан кейін бір күні келіп құлайды, сосын айтады, мынау заводтың сиыры болмайды, мынау үкіметтің сиыры деп айтады біздікілер. Үкіметтің сиыры бізде өмір сүрамайды деп. Ол оған байланысты емес, мүлдем ол сіздің азықтандырғаныңызға байланысты. Сол үкіметтің сиырын біз де ұстап отырмыз, ешқандай жауабымыз жоқ. Бұзаудың өсіп кетуінің процесін айтсаңыз, енді 3 литрдан 6 литрға дейін 20 күн или бір ай ма сүт ішеді ғой, басында. Бұзау туылғаннан кейін, туылған кезде өзінің бесінен 10% уыз қабылдайды бірінші туылған кезде. Туылғаннан бастап айтайын. Бұзау туылғанда қанша уыз береміз дейді. 10% өзінің салмағынан 40 кило шықса 4 литр уыз ішеді. Уызды көп ішкен сайын өзіне пайдалы. Өйткені иммуноглобулин туылған бұзауда ешқандай иммунитет жоқ. Ол иммунитеті только сол молозив арқылы, уыз арқылы өзіне алады. Иммуноглобулинді көп беру үшін сіз көбірек сапалы уыз беруіңіз керек. Ол бір. Екінші, бұзау өскенге дейін 3 айдың арасында 580 литр сүт ішу керек. 580 литр. Оны бір күнге бөлсеңіз, 3 айда ол сізге 6 литрден шығады бір күнде. Онымен қосалқы туылғаннан кейін бір аптадан бастайды. Бір кісілер 5 күннен, бір кісілер 4 күннен бастап, жалпы уыз біткеннен кейін, сүтке өткеннен кейін оның бұзаудың алдында жем, шөп тұру керек. Ол оны жиямайды ғой дейді. Ол жемесе де оны жалайды, оны иіскейді. Жайлап оның дәмін көреді. Сіздің бұзауыңыз, менің группаластарым осы болды, сіздің бұзауыңыз 3 айдың ішінде, 3 ай болған кезде ол 1-1,5 килограмм жем, 2-3 килограмм шөп жиі алу керек. Сонда рубестегі барсинкалардың барлығы жақсы дамиды да. Сіз 3 айдан кейін бұзау сүттен шығарған кезде ол шатация етілмейді, жаңағыдай сүтті сұрап, организм азып, тозып, жаңағыдай асқазан дұрыс жұмыс істемейді, әлі үйренбеген асқазан жем шөпке, олай қиналмайды сондай кезде. Сол үшін оның привесі жоғары болады. Одновременно сүтпен бірге жем шөп жеген бұзаудың привесі күніне 1 килодан асады. Ол сізге неге байланысты? Оның бәрі алып келеді экономически сіздің пайдаңызға. Туылғаннан бастап жем бергеннің. Сіз сиырды 2 жас, 3 жасқа апарып ұрықтамайсыз қонағыңызда. Сіздің қонағыңыз 1 жас 3 айында, 1 жас 2 айында 400 кило вес береді, сіз ұрықтандыра бересіз, болды.
сол 400 килоға бару үшін елдер 1,5-2 жыл ұстайды. Эфирді уақыт аяқтайық. болады ма? Силстың жоғары, Силс жақсы шемнен. Көрермендер сұрақтар болса қояр. Тағы да. Сонымен аяқтайсыз. Силс жақсы болады. Ассамблея 2023-те қандай субсидия бөлінеді? Азыққа байланысты субсидия бар, ұрыққа байланысты субсидия бар, сүтті өткізсеңіз, мол заводқа субсидия ала аласыз. Субсидияның жалпы түрлері көп, оған сіздің документацияңыз бен мал басыңыздың саны тура келсе, өткізуге болады. Уызға анализ жасайсыздар ма дейді. Жасалады, иә, анализ бар. Яшо деген ауру көп. Вакцина туралы бөлек бір эфир жасаймыз, егер тағы да эфир сіздерге керек болса. Ассалаумағалейкум, сіздердің жылына 12 ай. Так. Арман бар дейді, алып бастаймыз. Ұрықтандыруға оралсаңыздар дейді. Ұрықтандыру деген бір үлкен тема ол. Әр теманы жеке алып сол туралы толғамасаң, мынау қазір 2 күн олсақ та бітіре алмаймыз мына теманы, өйткені бұл өте обширный тема. Оған мына жерде дәулет отыр, жақсы маман, мына жерде малдың дәулет НК деген. Шөпті қалай егу керек, сол туралы сөйлескен жоқ, жерді құнарлығын. Келесі не 2 сағат болды, 1,5 сағат болды уже. Иә. Өте сұрақ, өте қызықты тема елдің бәріне. Жауап берілмеген сұрақтарыңыз болса, қалдырып жіберіңіздер. Сол туралы видео түсірейік, тағы да сол туралы арналарға жариялаймыз. Әр сұрақтарыңызға жекеге жіберсеңіздер. Ол туралы жаңағы хозяйствода, шаруашылықта егер қатты маңызды сұрақтар болса, таңдап алып шаруашылықта түсіреміз, болмаса арнайы подкаст түсірсек, сол жерде жауап береміз қалған сұрақтарға. Бірақ жекемізге обязательно жіберіңіздер, міндетті түрде. Енді пайдалы болды деп ойлаймын мен өзім, өйткені жақсы көп информация бердік. Мына Батыс пен Алматының ортасын жалғап тұрған Инстаграм біздің. Ешқандай ақау болған жоқ, барлығы жақсы естіліп тұр. Қолдау бергендеріңіз сіздерге рахмет. Қолдау көрсеткендеріңізге. Эфирдің сізде де қазір поделиться бас. Казагротаймста YouTube арнасында және Нұрсұлтан ютубер Нұрсұлтанның арнасында жарияланады видеосы. Тағы да жақсы, рахмет. Баршаңызға рахмет. Балғыс білдіргендеріңізге. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Эфирді сіз сақтайсыз.